Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өлілерді тірілту жайындағы шындық. Кейбір мұсылмандардың арасында Әзіреті Иса пайғамбар алейхиссалам өлілерді тірілте алған деген сенім бар. Егер қасиетті Құранды басшылыққа алсақ, онда олардың бұндай сеніміне тірек етілген дәлелдері түбегейлі жоққа шығарылады. Қасиетті Құранның идиомалық стилі Құдай тағаланың хабарын қабылдаудан бас тартқандарды өлілер ретінде, ал иман келтіргендерді тірілер ретінде сипаттайды. Олар тіпті Алланың жолында қаза тапса да. Осыған орай Құранда келесідей аяттар бар. Расында сен, ей Мұхаммед, шақыруынды өлілерге де, теріс айналып кетіп бара жатқан керендерге де еш естірте алмайсың. Тірілер мен өлілер тең емес. Расында Алла қалағанына естіртеді, ал сен қабірдегілерге естірте алмайсың. Ей иман келтіргендер, ол пайғамбар сендерді тірілту үшін шақырғанда Аллаға және оның елшісіне жауап беріңдер. Бұл тек насихат және анық Құран. Сол арқылы ол тірілерді ескертсін. Алланың жолында қаза тапқандарды өлілер демеңдер. Керісінше олар тірі, бірақ сендер түсінбейсіңдер. Өкінішке орай көптеген Ахмади емес мұсылман ғұламалары бұл аяттардың астарлы мағынасын ескермей, сөзбе-сөз мағынасында түсіндіреді. Бұрынғы мұсылман ғұламалары бұл аяттарды түсіндіргенде, өлгендер еш уақытта бұл дүниеге қайтпайтыны, бұл дүниеден өткендер мәңгіге жоқ болатыны сияқты Алла тағаланың өзгермейтін заңдарына бұлайша немқұрайлы қарамаған. Алла тағала айтады: біз жойып жіберген елді мекеннің қайта оралуына тыйым салынған. Ал олардың біріне өлім жеткенде ол айтады: о Раббым, мені кері қайтар, мүмкін мен қалдырған өмірде салиқалы амал істермін. Жоқ, расында оның айтып жатқаны құр сөз. Олардың артында тұрғызылатын күнге дейін бөгет бар. Олардан бұрын қаншалаған нәсілдерді жоқ қылғанымызды олар көрмеді ме? Расында олар бұларға қайтып келмейді. Алла адамдардың жандарын өлімдері кезінде, ал өлмегендердің жандарын ұйқы кезінде алады. Содан қайсысына өлім үкім етілсе, оны ұстап қалады. Өзгесін белгілі бір мерзімге дейін қайтарып жібереді. Расында мұнда ойланатын адамдарға белгілер бар. 100 жылға өлтірілген. Әлгі ғұламалар айтады: Құранның Әл-Бақара сүресінің 259 аяты бойынша бір адам 100 жылға өлтірілген, содан кейін қайта тірілтілген міс. Аятты бұлайша тәпсірлеу сау ақылға қонымсыз және қасиетті Құранға көрсетілген құрметсіздік. Бұл аятта суретілген оқиғаның шынайы мәні мынада: Исраилдық Езекиел пайғамбар алейхиссалам біздің заманымызға дейінгі 586 жылы Набухудоносор бұзған Иерусалим қирандыларының қасында тұрып, сол жағдайға қайғырып, Алладан қашан бұл шаһар қайта қалпына келетінін сұрады. Алла тағала оған түсінде 100 жылдан кейін Иерусалим қайта қалпына келіп, қайта жанданатынын көрсетті. Бұл аян киелі кітапта Езекиел пайғамбар жазбасының 37-ші тарауында сөз етілген. Кейде қасиетті Құран түсінде көрілген көріністерді іс жүзінде болған сияқты сипаттайды. Бірақ түсінде көрілген көріністердің нақты мәні дәл сондай емес. Мысалы, Юсуф сүресінің 4-ші аятында Жүсіп пайғамбар алейхиссалам түсінде күн мен айдың және 11 жұлдыздың оған сәжде қылғанын көргенді. Сондықтан әлгі адамды өлтіріп, содан кейін оны қайта тірілту оның қойған сұрағына жауап емес. Ол шаһардың қайта жаңғыруы туралы сұрады. Және оған түсінде 100 жылдан кейін Иерусалим қалпына келетіні көрсетілді. Түсінде көрген бұл көріпкелдік кейін дәлме-дәл орындалды. Қасындағы тамақтың бұзылмағаны және есектің әлі тірі болғаны ол 100 жыл бойы өлі болмағандығын көрсетеді. Құстар өлтіріледі, сосын олар ұшып келеді. Өкінішке орай әлгі ғұламалар Әл-Бақара сүресінің 260 аятында сөзбе-сөз тура мағынасында түсіндіріп жатады. Яғни Әзіреті Ибраим пайғамбар алейхиссалам табиғи түрде өлген өлік қайтып тіріле алады. Соны көрсет деп сұрағанда,
Алла оған 4 құсты алып бауыздап бөлшектеп еттерін таулардың үстіне қойып оларды өзіне шақыруын бұйыртқан. Сонда құстардың еттері қайта тіріліп ұшып келгенбіз. Шын мәнінде Әзіреті Ыбырайым пайғамбар алейхиссалам Алла тағаладан рухани өлі адамдарды қалай тірілтуге болатынын сұрады. Сонда Алла оған былай деді: 4 құсты ал, оларды өзіне үйрет, сосын оларды бір-бірлеп әр таудың үстіне қой да шақыр. Олар тез арада жанына келеді. Осылайша Құдай тағала Әзіреті Ыбырайымға алейхиссалам адамдармен жақын қарым-қатынас орнатуды, содан кейін оларды Құдайға шақыруды үйретті. Сонда адамдар оның шақыруына жауап беруі керекті. Аяттағы «Сурхуна илайка» сөздері оларды бауыздау, сою керектігін білдірмейді. Имам Рағибтің Әл-Муфрадат атты тәпсірінде бұл сөздер оларды үйрет, сонда олар саған жақын болады дегенді білдіретіні айтылады. Үңгір адамдары. Осыған ұқсас үңгір адамдары туралы қисса да өлген адамдарды тірілтудің тағы бір таңғажайып оқиғасы ретінде ұсынылады. Бұның төңірегінде көптеген фантастикалық аңыздар құрастырылған. Алайда Әл-Кахф сүресінің 9-шы аяты үңгір тұрғындарын роман оқиғасы ретінде немесе қалыпты жағдай ретінде емес, Алланың белгілерінің бірі ретінде жариялайды. Бұл адамдар шынымен де өмір сүрген және олардың тұрмысында табиғаттың заңдарынан ауытқу деп түсіндіретіндей ештеңе жоқ. Тарихтан белгілі болғандай, алғашқы мәсіхшілер Құдайдың бірлігіне сенгендері үшін 300 жыл бойы бұтқа табынушы Рим патшалары тарапынан аса қатыгездік пен қуғын сүргінге ұшыраған. Бұл қуғын сүргін Константин патша таққа отырып, христиан дінін мемлекеттік дінге айналдырғанға дейін үзіліс-үзіліспен жалғасып отырды. Аяусыз, аса қатыгез және айуандықпен жасалған қудалаулардан қашқан бейшара мәсіхшілер катакомба үңгірлерін паналаған. Бұл катакомбалар Рим, Александрия қалаларының маңдарынан және тағы басқа жерлерден табылған. Үңгірге кіреберісте олардың күзетші иттері болған. Қандай да бір қауіп төнгенде иттері арсылдап оларды ескертіп отырды. Сонда мәсіхшілер тереңдігі пәленше метр шиеленіскен катакомба дәліздеріне жасырынып үлгеретін. Бұл христиан халықтарының неліктен иттерді соншама жақсы көретінін тарихи тұрғыда түсіндіреді.